Бәріңіз сәлем. Атымды жасырын қалдыруды жөн көрдім. Қарағандыда тұрамын. Студентпін. Арзан әрі тиімді заттарды жақсы көремін. Өткен демалыста базардан ескі жүзік таптым. Күміс, қара таста. Тасы мұздай суық. Күн ыстық болса да. Сатушы егде әйел. Қолдары әжім. Маған қарамайды. Қанша деп сұрадым. 5000 теңге. Бірақ оны тағуым керек. Қалтана салма. Тақ, деді ол. Мен күлдім. Неге? Ол маған қарады. Көздері ақшыл, тым бос. Соқыр емес, бірақ түсі жоқ. Себебі ол жалғыз қалғанды ұнатпайды. Оған біреу керек. Мен жүзікті саусағыма тақтым. Сол сәтте бәрі суып кетті. Ауа, күн. Тіпті менің демім де суық болып шықты. Сол түні түс көрдім. Бірақ ол түс емес еді. Тым шынайы. Мен бейтаныс үйде тұрмын. Ескі ағаш еден. Камин жанып тұр. Орындықта бір әйел отыр. Арқасы маған бұрылған. Жылап отыр. Дауысы жоқ. Тек иығы дірілдейді. Саусағында менің жүзігін. Жарқырап тұр. Ол бұрылды.